Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз осындай 3 түрлі капкейк пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 380 грамм қант, 500 грамм ұн, 200 мл май, 200 мл сүт және 200 мл қайнап тұрған су керек болады. 4 жұмыртқамызды қантпен миксерлеп аламыз. Сосын оған 200 мл май, сүт қосып, оны тағы да миксерлейміз да, ұнмен разрыхлителді араластырып, оны тағы да миксерлеп аламыз. Сосын қайнап тұрған суымызды оған жайлап қосып тағы миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Менде 500 граммнан шықты. 3 бөлікке бөлгеннен кейін әр бөлікке әр түрлі зат саламыз. Бірінші бөлікке, яғни красный бархат капкейкі болады. Оған какао мен краситель қосамыз, қызыл краситель. Екіншісіне 50 грамм какао қосамыз. Үшіншісіне 50 грамм ұнтақталған грек жаңғағын қосамыз. Енді дайын болған қамырларымызды капкейктің арнайы ыдысына құйып шығамыз. Ол үшін жан-жағына ағып, тамып, жаман болмас үшін кондитерский мешокқа құйып аламыз да, қамырымызды жайлап құйып шығамыз ыдыстарына. Сөйтіп 30 минут 160 градуста пісіреміз. Енді екі капкейгімізға начинка жасаймыз. Ол үшін біріншісіне карамель жасап аламыз. Карамельге бізге 70 грамм қант керек болады. Оны біз кішкене су құйып, түсін қызарғанша, қоңырланғанша өйстіп араластырып газде қыздырып аламыз. Сосын оған 75 грамм сливки, қайнап тұрған сливкимізді құямыз. 20 грамм сары майды құямыз да, осындай түсті карамель жасаймыз да, оны салқындатуға холодильникке салып қоямыз. Екінші начинкамыз ол банановый джем. Осылай бір бананды езіп аласыздар. Сосын оған 30 граммдай қант салып, оны кішкене су құясыздар да, оны да қайнатып жібересіздер. Сонымен ол газда қайнаған соң, оны да газден алып, ыдысқа салып, оны да салқындатуға қойып қоямыз. Енді крем жасаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм творожный сыр керек, яғни крем чиз. Сосын 200 грамм сливки, 200 грамм сахарный пудра керек. Осын бәрін әбден миксерлеп аламыз. Бізде қою әрі әдемі крем пайда болады сол кезде. Мінекей. Енді бұл кремге еш нәрсе қоспай, красный бархатымызға әсемдейміз. Міне красный бархатымызды өйстіп крем жағып болғаннан кейін қалаған насадкаңызбен жасасаңыз болады. Сосын бетін қалай әсемдегіңіз келсе, клубника қойсаңыздар болады, қолда бар затпен әсемдей берсеңіздер болады. Менде осындай посыпка бар екен, мен посыпкамен бетіне өйстіп сеуіп шығамын. Мінекей красный бархат капкейктері дайын болды. Енді біз шоколадный капкейктерімізді жасаймыз. Ол үшін осындай насадканы алып,
ішіндегісін шығарып өйстіп тесіп шығамыз. Сөйтіп ішіндегі алып тастаған қамырдың орнына оның ішіне банановый джем салып өйстіп толтырамыз. Екінші жаңа ореховый капкейкімізді де тура өйстіп ішіндегі қамырын алып тастаймыз да сөйтеміз да оның ішіне жаңағы дайындаған карамелімізді құямыз. Жаңағы қалған кремімізден үшке бөліп аламыз. Оның екеуіне, біреусіне осындай сары краситель салдым, екіншісіне жасыл краситель салдым да, енді осыны қазір ореховый капкейкімізді әсемдейміз. Ол үшін пищевой пленканы аламыз да, бір жағына жасыл кремімізді құямыз, екінші жағына сары кремімізді құйып орап аламыз да, оны кондитерский мешокқа саламыз. Сөйтеміз да, біздің капкейкімізді әсемдейміз. Ал мына шоколадный капкейкімізге жаңағы үшінші қалған кремімізге ерітілген шоколад қосып, оны шоколадный капкейкімізді өйстіп толтырамыз. Қалаған нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Міне дайын 3 түрлі капкейкіміз, ал ас болсын.